Қазақстан Халық Ассамблеясы мен келісім кеңесінің бүгінгі таңда үлкен маңызды рөлі қоғамда болып тұр. Өйткені ең бірінші бүгінгі таңда айтатыным ол біздің тәуелсіздігімізді сақтап қалу, оны ары қарай жастарға патриоттық ретінде түсіндіріп айтып, одан кейінгі ең бірінші ұлтаралық қарым-қатынасты ары қарай жалғастыру. Осыған байланысты біздің Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан ассамблея рөліндегі жайында және кеңес жайында қысқаша айтып кетсем, үлкен рөл, маңызды рөл атқарып жатыр. Жұмыс көп істеліп жатыр. Оны өздеріңіз естіп жатқансыздар. Газетте, басқа недерде, ақпараттарда айтып жатыр. Бүгінгі таңда енді биылғы карантинге байланысты коронавирус жайында бүгінгі мамыр мейрамы келе жатыр бірінші күн. Соған байланысты қысқаша өзімнің пікір ойымды айтып кетейін деймін. Құрметті ағайындар, отандастар, біздің мемлекетіміз емес, басқа да дүние жүзінде бәрі осы қиын қыстау жағдайға тап бердік. Соған байланысты ең басты біздің президент Тоқаев айтқандай, бәріміз бірлігіп, осы жақсы, осы бәріміз бір-біріміз сыйлап, бір-бірімізге болысып, осы дағдарыстан шығамыз деп үміттенеміз, сенеміз. Оған кеше Тоқаев президентімізді өзінің жолдамасында айтып кетті. Соған байланысты, құрметті ағайындар, бәріміз осы заңды ары қарай қолдайық, далаға көп беталына шықпайық, үйде болайық, тезірек карантиннен шығайық, ары қарай жұмыстарымыз толып жатыр, оны өздеріңіз де біліп жатқан шығарсыздар. Сондықтан, құрметті ағайындар, мен осы бүгінгі ақпаратымды пайдаланып, сіз ең бірінші мына мамыр күнімен байланысты сіздерге, отбасыларыңызға денсаулық, еліміз аман болсын, отанымыз тыныш болсын, ұлтаралық келісім шарт одан ары қарай жалғаса берсін, бір-біріміз сыйлайық, әрқашанда жастарға, ұрпақтарымызға үлгі болайық, патриоттық сүйіспеншілік, отансүйіспеншілік, сондықтан әрқашанда еліміз аман болсын. Сондықтан бәріміз келесі осы жылды, келесі жылы бәріміз мамыр күнін басқаша өткіземіз деп сенеміз. Құдай Алла тағала осындай дағдарысқа келмейік, ораза қабыл болсын, бәріміз бір болып елбасының айтқанынан қолдап, Шығыс Қазақстан облысы осы дағдарыстан аман-есен шығады деп сенеміз. Аман болайық, жақсылықта кездесейік.